балалар, қанекей алдымен бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетіне келген қонақтармен амандасып алайық. Жауқазын атты бақшаның тәрбиелі баласы алдыменен үлкенмен амандасып алады. Сәлематсыздар ма? Жарайсыңдар, отыра қойыңдар балалар. Ал балалар, бүгінгі іс-әрекетімізді бастамастан бұрын мен сендерге сұрақ қояйын. Ал балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Дұрыс айтасыңдар, көктем мезгілі. Ал көктем мезгілінде неше ай бар? Қандай? Жарайсыңдар. Ал осы көктем мезгілінде қандай өзгерістер болады ауа райында? Күн не істейді? Толғайды, күн жылынады. Адамдар жеңіл киіне бастайды, иә? Қарлар не істейді балалар? Дұрыс, еріп. Неге айналады? Суға. Дұрыс, суға айналады. Ағаштар бүршік атады, иә? Жерден нелер шыға бастайды? Дұрыс, гүлдер, шөптер шыға бастайды. Ал балалар, мен енді сендерге бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетке осындай сыр сандық ала келдім. Балалар, бұл сыр сандықтың ішінде қазақтың ұлттық ойындары жасырылған. Қазір мен сендермен осы қазақтың ұлттық ойындарын бірге ойнағым келіп тұр. Менімен ойнайсыңдар ма? Ал қазір алдымен екі топ болып бөлініп алайық. Мына бұл бірінші топ болсын бізде, иә? Бұл топтың атын тұлпар деп алайық. Ал бұл екінші топ болсын. Бұл топтың атын қыран деп аламыз, иә? Қазір ойындар ойнаған кезде сайсамыз. Қай топ мықты екен? Сол топқа сыйлықтарымыз бар. Ал ендеше, қанекей, мына менің сыр сандығымның бірінші ойынын кім ашқысы келіп тұр? Тұлпардан бастайық. Келе қайнам көз. Ала ғой, ішінен бір аша. Қайсын ашайын? Қанекей, көмектесейін саған. Мына жерге қояйық. Ашып маған көрсе ғой, мен саған қанекей. Ал балалар, дейді, ұлттық киімдерді құрастыру дейді. Ал ұлттық киімдерді құрастыру үшін сендер екі топсыңдар ғой. Ал мына тұлпар тобынан ойнап отырайын көз. Кім шыққысы келіп тұр? Қанекей, кел. Айнас. Тағы біреу керек? Мәди. Кел, Абдрахим. Тағым шығады? Ал, балалар, сендер ұлттық киімдерді білесіңдер ме? Ал, қандай ұлттық киімдер бар? Мысалы, мына біздің үстімізге киіп тұрған, бұл бізде тәжи киім. Ал қазір сендерге тапсырма беремін. Сол тапсырмада берілген ұлттық киімді әдемілеп құрастырып шығуларың керек. Қарайықшы алдымен. Мынау қазақтың ұлттық киімдері, аяқ киімдері, иә? Сендерге мінекей мен түрлі қиындылар, пазлдар бердім, иә? Сендер қазір осы пазлдарды құрау арқылы қазақтың ұлттық киімдерін құрап орналастыруларың керек, иә? Ал қанекей, мына Айнас кел, оғым, әдей. Ал Абдрахим, Жансая. Ал қанекей, мына жерде суретке қарап құрастырамыз.
сендерді құрастырып біледі екенсіңдер. Ал жарайсыңдар балалар. Ендеше қанекей біздің сыр сандығымыздың екінші ойынын кім анықтағысы келеді? Қанекей? Абдрахим келеу. Таңдай. Ал қанекей балалар, Абдрахимді оюды құрастыру дейді. Ал балалар, біз оюларды білеміз бе? Абдрахим отыра ғой. Ал қазір балалар, мінекей қазақтың сендерге осы оюды құрастыру ойынын бергім келіп отыр, иә? Біз екі топ болып бөліндік қой. Тұлпар, қыран болып. Қазір бір топқа осы оюды, екінші топқа мына оюды берем. Сендер тез-тез осыны маған құрастырып бересіңдер. Жарайсыңдар, болыңдар ма? Ой, жарайсыңдар. Кел, Айнас. Ал балалар, қанекей. Стиль үсті ойыны ұлттық құндылыққа байланысты дейді балалар. Қанекей. Сіздің ұлттық ойындарды, ұлттық аспаптарды білеміз бе? Ал бүгін сендерге үстел үстіне Айнас отырауы. Мінекей ұлттық бұйымдар мен ұлттық аспаптар беріп тұр. Қазір аспаптарды біз QR код арқылы қарап, қандай аспаптың дыбысы шығады, сол аспапты, мысалы қобыздың дыбысы шықса, сол қобызды апарып орналастырамыз осылай, иә? Ал екінші топқа ұлттық бұйымдар, мына жерде көрсетілген ұлттық бұйымдарды, мысалы ең бірінші көлеңкесіне қарап, мысалы мынау шашбауды көлеңкесіне қарай орналастырамыз. Түсіндік па? Бұйымдарды орналастырасыңдар. Ал мына жерде ұлттық аспаптар. Қазір мінекей балалар QR код арқылы бұл дауыл. Жарайсыңдар. Үшіншісін көрейік, қанекей. Ал бұл нелер балалар? Ұлттық бұйымдар. Бұл шашбау, сырға, мынау қазақша жүзік, мынау мойнымызға тағатын не ол? Алқа. Ал бұл ұлттық аспаптар, е? Бұл не? Қандай аспап бұл? Қобыз. Неге табылады неге? Жарайсың жансая. Австрия қоя өріндер, Абдрахим сендер. Мәдеге түскен ойын балалар асық ату дейді. Ал балалар, бұл біздің сыр сандықтың кезекті ойыны, асық ату ойыны. Асық ату ойынын үйде ойнап көрдіңдер ма? Ал ендеше қазір сендердің осы асық атудағы ерекшеліктерді байқайтын боламын. Қазір мен сендерге екі асықтан беремін. Мына жерде тізбектеліп тұрған асықты дәлдеп, көздеп атасыңдар. Әрбір атылған асыққа сендерге балалар 2 ұпайдан беремін, не ма? Ал, қанекей. Ал, ұстай ғой. Так, қанекей.
арқалатады екен, көрейік. Келе Мади. Мади, көздейміз. Мадиге балалар 6 ұпай бар екен. Балалар ойын ойнасыңдар? Бұл ойынды өздеріңнің әкелерімен бірге аулада көп ойнаңдар, бұл сендердің зейіндеріңді нығайтады. Балалар, менің кезекті сырсандығымнан қанекей кім алады ойынды? Күш сынасу дейді балалар. Күш сынасу ойынын білеміз бе? Ал қанекей. Бұл қазақтың ұлттық ойыны күш сынаспақ. Бұл үстел үстінде екі бала бір-бірімен күштерін сынап, білектерін айқастыра отырып ойналатын ойын түрі. Кім бірінші қолын орындыққа тигізсе, сол бала жеңіске жетеді. Түсіндік қой? Ал дайынбыз ба? Үстелдің үстіне кім бірінші қолын құлатады, сол жеңіске жетеді. Ал қанекей. 1, 2, 3. Жарайсың. Аяла, бұл жері жеңіске жетті. Ал енді ер балалардан көрейін. Апай мен. Ал кел. 1, 2, 3. Жарайсың, жаным Хамет. Келе оған. Апай мен. Кел. Апай мен. 1, 2, 3. Соңғы ойынын ала қой. Ал балалар, бұл бізде арқан тартыс. Бүгінгі іс-әрекетіміз аяғына да жетіп қалыпты, Қазір енді біздің сыр-сандықтың ең соңғы ойыны, қазақтың ұлттық ойыны арқан тартыс. Балалар, арқан тартыс ойыны білеміз бе? Ал біз мана ұйымдастырған іс-әрекетін бастарда 2 топқа бөліндік қой. Тұлпар тобы және қыран тобы болып. Қазір осылай 2 топ болып арқан тартысып ойнаймыз, жарай ма? Болып, осы қазақтың ұлттық ойыны арқан тартыс ойынын ойнаймыз. Межеден қай топ өтіп кетсе, сол топ жеңіліске ұшырайды. Мына берілген межеден аспауларың керек. Мысалы, қыран тобы сендер мына жаққа, тұлпар тобы сендер мына жаққа өтіп кетпеулерің керек. Егер сендер өтіп кетіп жатсаңдар, онда жеңілген болып есептелесіңдер. Түсіндік қой? Ал дайынбыз ба? Ұстап, мықтап ұстадық па арқанды? Ал ендесе кеттік. 1, 2, 3. Жеңіске жетті балалар? Тұлпар тобы жеңіске жетті. Ал балалар, жарайсыңдар. Бүгінгі ұйымдастырған іс-әрекет сендерге ұнады ма? Бүгін біз қазақтың ұлттық ойындарын істедік, ойнадық. Бүгін қазақтың ұлттық ойындарын ойнадық, Ал ендеше келген қонақтарға не айтамыз? Сау болыңыздар, жарайсыңдар балалар.